Халқымыздың әке асқар тау, ана баурайындағы бұлақ, бала жағасындағы құрақ деген сөзінде отбасындағы әке мен ананың рөлі айқын көрініс тапқан. Әкені асқар тауға теңеуінде үлкен мән жатыр. Яғни бала тау қопарар тәуекелді, батылдық пен өрлікті, асқақтықты, ата кәсіпті әкенің болмысынан, мейірімділікті шешенің ыстық ықыласы мен аялы алақаннан бойына сіңіріп өседі. 2023 жылдан бастап елімізде әкелер күні мерекесі маусымның 3-ші жексенбісінде ауқымды түрде аталып өтіледі. О баста әкелер күнін атап өтуді анасы қайтқанда 6 баланы өзі бағып өсірген, әкесінің еңбегін көпке жеткізгісі келген америкалық Сонора Смарт 1910 жылы ұсынып, кейін Ұлыбритания, Голландия, Франция, Қытай, Жапония қолдап, бұл күні әкелерге алғыс айтылып, сыйлықтар ұсыну әдетке айналыпты. Содан бері маусым айының 3-ші жексенбісінде әкелерді құрметтеуге шақырған мейрам аталып өтіледі. Ер азаматқа тән өжет те қайсар мінезі, сөзі мен ісі бір жерден шығатын табандылығы, оралымды ой, кемел көзқарасы болмайынша жігіттің ісі ілгер баспайды. Жасық темірдей майырылғыш, құмдай күйрегіш келеді. Шығыстың бір данасы баланы қанша ерте жерге түсірсең, ол сонша тез аяғын басады деген екен. Әке отбасының қорғаны, демек балалары әкені өздеріне сүйеніш тұтады. Әкесінің бойынан қайтпайтын қайсарлықты көріп өскен бала жігерлі, өз ісіне сенімді келеді. Тамшыда тама-тама тас тесет дегендей, сенім мен жігер барда кез келген қиындықты еңсеруге болады. Сондықтан да әкелі бала жау жүрек деп данауи аталарымыз баланың болашағын әке болмысымен ишаралаған. Әке, сенің жасыңнан асып барам. Кезі келгенде тасып талам. Кезі келгенде жасып қалам. Мына өмірге бәрібір ғашық балам. Құралақан емеспін қуаныштан. Қуаныштар алдымда құрақ ұшқан. Бір арыстан өмірден өткенімен өмір сүріп келеді тірі арыстан. Өкінбе әке, отым бар сөнбейтұғын. Ол мәңгілік жанады көрмейтінім. Ұрпағым бар ел менен ер намысын. Тірі тұрса, қолымнан бермейтұғын, деп жырлайды Мұқағали Мақатаев. Көркем әдебиет шығармаларындағы рухты әкелер бейнесі ұлттың діңгегі, отбасының тірегі ретінде көрініс тапты. Бұл бейнелер қазақ әкелерінің шығармадағы тарихи бейнесі ретінде берік сақталатыны сөзсіз. Себебі көркем шығармадағы әке бейнесі ұлттық болмысымыздың көркемдік сипатын айшықтайды.